Қайырлы күн, құрметті көрермен. Полиглот жобасының кезекті қонағы Шахтинск қаласы Әлихан Бөкейхан мектеп-лицейінің биылғы түлегі Сыздықов Нұрали. Қош келдіңіз, Нұрали. Сәлеметсіз, иә. Ең алғаш қояр сұрағым, қай тілдерді еркін меңгергенсіз? Жалпы айтқанда кішкентай кезімнен бастап ағылшын, орыс тілін және қазақ тілін меңгеріп келе жатырмын. Және ерікті сөйлей аламын деген ойдамын. Жақсы. Не себепті дәл сол тілдерді таңдадыңыз? Енді біздің Қазақстанымызда мемлекеттік тіліміз қазақ тілі. Жалпы айтқанда қазақ тілінде сөйлеу біз барлығымыз міндеттіміз, отанымызды шешек. Орыс тілі екінші дәрежелі мемлекеттік тіл, ол да бізге міндетті. Шетелдермен де байланысқа жақсы. Бірақ біз білетіндей ағылшын тілі халықаралық тіл, сондықтан ең бірінші көзге түскен тілдердің бірі. Жақсы, жарайсыз. Ағылшын тіліне деген қызығушылығыңыз неден басталды? Жалпы айтқанда кішкентай кезімде балабақшаға барып жүрген кезден сабақтар болатын ағылшыннан, содан кішкене қызығып. Жалпы айтқанда кішкентай кезімнен ағылшындардың мәдениетіне, тілдеріне деген сүйіспеншілігім болды. 4-ші сыныпта анам мені кәдімгідей даярлық мектепке беріп, ағылшын тілін үйрететін, содан сүйіспеншілігім одан сайын ашты. Нұрали, көп тілдерді меңгеріп келе жатсыз, осы тілдерді көп тілді білу, жетік меңгеру сіздің көзқарасыңызды қалай өзгертті? Жалпы айтқанда осы өзге тілдерді үйренгендіктен шетелдердің түрлі сиқырларын ашып, түрлі қызықтарын біле бастадым. Сонымен қатар мәдениетіне деген сүйіспеншілігім одан сайын артты. Тіпті сол жерде мысалы ағылшын тілін толықтай меңгеріп, ағылшындардың жерінде оқуға арманым болды. Жалпы осылай. Жақсы, арманыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Әмин. Нұрали, тіл меңгерудегі ең қиын және ең қызықты тұстарымен бізбен бөліссеңіз? Жалпы мен үшін орыс тілі, қазақ тілі кішкентай кезден білетіндіктен қатты қиынға соқтыртпады, бірақ ағылшын тілін меңгеру кезінде ең қиыны маған грамматикасы болды. Шынымен де өйткені ағылшын тілінде көптеген шақтар бар, созылмалы шақ дегендей. Оның бәрін меңгеру ол көп уақыт, көптеген қателіктер мен дайындықтың арқасында осыны меңгердім. Ең қызығы мен үшін ол жалпы айтқанда осы әлемдегі бүкіл есіктердің бірте-бірте ашылғаны. Жақсы. Ағылшын тілі халықаралық тіл болды. Жақсы, жарайсыз. Болашақта қай тілдерді меңгергіңіз келеді? Болашақта осы халықаралық дәреже екінші орында тұрған французша тілін меңгергім келеді, және де сонымен қатар қытай тілін меңгергім келеді. Не себепті осы тілдерге таңдауыңыз түсті? Себебі французша енді әдемі тіл біріншіден. Әуезді, иә, әуезді. Екіншіден, жалпы айтқанда осы екі тіл халықаралық дәрежеде қазіргі ең биік тұғырда тұр. Ағылшын тілінен кейін Қытай елі қазіргі әлемдегі ең рөлі үлкен, рөлі биік елдердің бірі, сондықтан Қытай тілінде үйренуге келді. Жақсы. Тіл меңгерудегі өзіңіздің қолданып жүрген кеңестеріңізбен, әдістермен бөліссеңіз? Жалпы айтқанда ол әрдайым күнде кішкенеден үйрену, оны ешқашан жарты жолда тастап кетпей. Мамандықты таңдап отырсыз, және тілді меңгеру, көп тілдерді жетік сөйлеу сіздің мамандығыңызға әсері бар ма? Менің мамандығым халықаралық қатынастар, жалпы дипломатия дейді. Осы мамандығыма тілдерді меңгеру, көп тілдікті білу, полиглот болу тікелей байланысты. Себебі біз білетіндей білікті мамандар, осы мамандықта жұмыс істейтіндер көп тілдерді меңгереді, әсіресе ағылшын тілін, француз тілін және де Қытай тілдерін. Хакім Абайдың биыл 180 жылдығы тойланып жатыр. Республикалық деңгейде, халықаралық деңгейде деп айтсақ болады. Енді Абай Құнанбайұлының өзіңіз білетін бір шумақ өлеңін оқып берсеңіз? Ғылым таппай мақтанба, орын таппай боқтанба, құмарланып шаттанба. Ойнап босқа күлуге, бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Жақсы, жарайсыз. Енді осы өлең шумағын ағылшын және орыс тілінде мағынасын ашып берсеңіз?
Абай в своей песне, в своем стихотворении говорит то, что ты никогда не должен быть высокомерным, то, что ты всегда должен быть, так скажем, сдержанным. Если у тебя что-нибудь получилось, не надо кричать это на весь мир. Пока ты не найдешь свое место, то есть тоже не надо говорить много. А также он зовет людей, чтобы они искали, чтобы они учились, чтобы они просвещались, и чтобы они служили своему народу. То есть, как мы знаем, это великий просветитель 20 века, 19 века. Это человек, который вел к просвещению наш народ. И он в своих песнях всегда, и вот этой песне он всегда звал народ к просвещению, то есть к учебе. Обязательно то, что каждый человек должен учиться, а также постигать новые высоты, учить новые языки. То есть это всегда было в его интересах. И он всегда говорит в своих песнях, в стихотворениях, то, что ты никогда не должен быть ленивым, то, что ты всегда должен, так скажем, говорить спасибо за то, что всегда есть, и за то, что всегда тебе дано. Abay says that you need to always to learn, always you need to be, you need to thank God that He gives opportunity to you. You don't need to, how to say, yap to everyone that you have done, have reached anything. You just need to be calm. Also, you need to study languages. To love your culture, the culture of your country, of our Kazakhstan. Жақсы Нұрали, сұхбат жасағаныңызға рахмет. Шынды жауап бергеніңізге рахмет. Сізге тек болашақта сәттілік тілейміз, жарқын болашақ тілейміз. Жобамызды Қалел Досмұхамедұлының мына сөзімен қорытындыласақ, ана тілін біліп тұрып, бөтенше сөйлесең бұл сүйініш. Ана тілін білмей тұрып, бөтенше сөйлесең бұл күйініш. Қош сау болыңыз көрермен.